Сұлтан Раев, қар, әңгіме. Сыртта биылғы қыстың алғашқы қары толассыз жауып тұр. Тап-таза, түбіттей жеңіл қар. Әжептәуір кешігіп жауған соң адамдар қарды сағынып қалған ба, әншейінде абыр-сабыр болып жататын қаланың ырғағы бәсеңдеп, арлы-берлі ызғып өтіп жататын көліктердің де қозғалысы тыйылған. Орталық алаңда ерсілі-қарсылы өткен бірді-екілі көлік болмаса, адамдардың барлығы үлкен-кіші демей қалада жаңа жыл қарсаңында орнатылған шыршаның айналасында жүр. Аяз ата мен Ақшақар болып киінгендер ерекше құрметке бөленген. Жан-жақтан қаумалап келіп қолтықтап олармен суретке түсемін деушілердің қарасы қалың. Қоңыр күзден бері аспаннан қар түгілі бір тамшы жаңбыр тамбаған. Қара суық, арлы-берлі зуылдай ағылған көліктердің түтіні құрғақ, бірақ іштен үдей соққан жел қала тұрғындарының берекесін алып қойып еді. Кеңсе терезесінен сыртқа жіті назар салып тұрған Марат Әлиев 20 минуттан кейін үкіметтегі жиынға кетеді. Кейде қым-қуыт қарбалас тірліктің арасынан мезет тауып сыртқа бір қарап алмаса, бас-аяғы жоқ бітпейтін тіршілік өзінің диірменіне салып қойып, бидайды жаншығандай жанши бермек. Тапсырма бастан асады. Қайсысын бітіріп, қайсысын бітірмегенін өзі де түсіне алмай келеді. Біріншісін бітірсең, екіншісі шығады, онан кейін үшіншісі. Атқа мінерлердің көрген күні осы. Жанын салып, қыл шайнап істесе де жақтырғаннан жақтырмайтындар көп. Жаңа жыл өте сала демалысқа Еуропаны бетке алып тайып тұрсам ба деп те ойлап жүр. Енді 1-2 күннен кейін жаңа жыл. Осы ойдың жетегінде қиял әлемінің тереңіне сүңгіп кеткен бе, телефонның шырылдағанын естімей қалыпты. Қоңырау шалған хатшы қыз екен. Марат Алиевич, сізге бір қыз келіп тұр, қабылдауыңызды өтінеді, деді хатшы қыз. Қыз деп бұл сұраулы үн қатты. Иә, тығыз бір жұмысым бар деді хатшы қыз ыңғайсыздана. Мен қазір жиналысқа барамын ғой, үстелдің үстінде тұрған қағаздарын сөмкесіне салып жатып. Жиналысқа барады демейсің бе, деді. Айттым ағай, тығыз шаруа дейді. Тығыз болғанда жұмыс бойынша ма, әлде жеке мәселе ме? Жеке мәселе. Жеке мәселе болса, бейсенбі күні түстен кейін келсін. Ол тұтқаны қоя берейін дегенде хатшы қызы қысқа ғана айтып үлгерді. Ертең Ошқа ұшатын едім дейді. Сіздің ауылыңыздан екен, деді хатшы қыз. Хатшы қыздың шорт кесіп қысқа жауап беріп, қызды жолға салып қоя бермегеніне осы сөз себеп болғандай сезілді оған. Менің ауылымнан, Қарасудан. Ол қабырғадағы сағатқа қарады. Тағы 17 минут бар екен. Аз да болса уақыт бар. Қысқа ғана қабылдап, ары қарай жиналысқа кетпек болды. Кірсін, уақыты өте тығыз деп қой, деді ол. Жақсы, хатшы қыз тұтқаны қойды. Ол есікке аңтарыла қарап тұр. Қыз есікті ақырын ашып, кабинетке кіріп келе жатып. Сәлеметсіз бе аға, деді. Сәлеметсіз, кіріңіз, мен асығыспын. Жиналысқа баруым керек, деп ол орындықты нұсқады. Қыз ақырын келіп тізе бүкті. Мынадай ат шаптырым кабинетке бірінші кіріп отырғандықтан айналасына ұрлана қарап алды. Қолындағы сөмкесінен бірдеңені алып шығып қысыла сөз бастады. Кешірерсіз аға, айып етпеңізші, уақытыңыздың тар екенін білемін, деді қыз. Өзі өте ажарлы, әппақ көздері мойылдай қап-қара. Алаң болмаңыз, тоқетерін ғана айтайын. Айт қызым, қызды қайтадан ыңғайсыздандырғысы келмегендіктен жиналысқа асығып тұрғандығын білдірген жоқ. Қыз сәлден соң үн қатты. Мен Алшаның қызымын, деді. Алшаның? Ол кім дегендей қыздың жүзіне сұраулы кейіпте қарады. Сіздің кластасыңыз, Алшаның қызымын, деді тартыншақтап. Ол бұл сөзді естігенде мезгіл дүрмегіне ілесіп кетіп, баяғыда жадынан өше бастаған естеліктердің елесімен қайта қауышқандай болды. Арада қанша жыл өтіпті, ол үшін кластас деген сөз де өте ескі заманның сөзіндей ұмытылып бара жатыр екен. Мектепті бітіргеніне 40 жылдай уақыт болып қалыпты. Деген ол тіл қатпастан қабырғадағы сағатқа қарады. Аға, апамның аманаты бар еді, деді қыз. Қыздың апамның деген сөзін естігенде ол баяғы өтіп кеткен балалық шағына қайта оралғандай сезінді. Көз алдынан барлығы қайта жөңкіліп өтті. Енді есіне алды Алшаны, кластасы Алшаны, қызы тура Алшаның өзі, өңі құйып қойғандай ұқсас екен. Бұл жас қыздың бет-әлпеті Алшаның елесін көз алдына қайта қайтарып әкеліп бергендей болды. Алша да осы қыз секілді әдемі, ақша жүзді, көздері мойылдай мөлдіреген қап-қара емес пе еді. Ол өзінің ұмыт қалған балалығы үшін сәл ұялып тұрды. Уақытты қарасаңшы, күні кеше ғана емес пе еді, алайда барлығы естен шығып, ұмытылып бара жатыр екен. Ол іштей тебіреніп кетті. Қыз сөмкесінен қағаз папканы алып шықты. Мынаны сізге апарып бер деген. Баяғыда беруім керек еді, 1-2 рет келгенімде мені кіргізбей қойды.
Апамның мұны бергеніне 2 ай болды. Кешіктіріп әкелгенімді айып көрмеңіз, оқудан қолым тимей, деді қыз кібіртіктеп. Рахмет қызым, өзің апаңнан аумай қалған екенсің. Жас кезінде апаң да дәл сендей еді, сұлу, деді ол. Айтпақшы, алшалар қалай, неге екенін көпше түрде сұрады. Әкең, туған-туысқандарың барлығы жақсы ма, деді. Жақсы, деді қыз. Қыздың жақсы деген сөзі сенімсіз шықты. Қызды өзінен ұялып тұр деп болжап қойды. Қызым, ол асыға қабырғадағы сағатқа қарады. 12 минуттай уақыт қалыпты, жиналыстан кешігуге де болмайды. Оның үстіне екінші мәселе бойынша өзі сөйлейді. Мен асығып тұр едім. Апаңның аманатына рахмет, менен сәлем айтып қой. Аға, Алша деген есіміңізді естігенде қуанып кетті де, мақұл ма, деді, орнынан тұрды. Айтпақшы, телефоныңды менің хатшы қызыма Шахаркүлге беріп қоя, деді. Қыз кетпекке ыңғайланып орнынан тұрды. Атың кім сенің, қызым, деді ол, есікті ашып қызға жол беріп жатып. Қыз шығып бара жатып нәзік үн қатты. Ай шолпан, атың керемет, әдемі, өзіңе жарасып тұр екен, деді де қызға жалт етіп бір қарап қойды. Қыздың жүзінен баяғы бала шақтағы кластасы Алшаны көргендей болды. Бозбала кезіндегідей қызарақтап, сәл ыңғайсызданып қалды. Ішінен анасы мен қызы осылай да ұқсайды екен-ау деп қойды. Сосын мен саған қоңырау шаламын деп қызың қолын қыса қоштасты. Ол сыртқа шыққанда биылғы қыстың алғашқы қары толассыз жауып, мамықтай үлбіреп жерге қонып жатты. Айнала әппақ тон кигендей ғажайып. Жиын кеш бітті. Ол ес-түсін білмей шаршады. Жиыннан шыққанында қала көшелері көлікпен тығындалып қалыпты. Ешкім қарды дәл бұлай жауады деп күтпеген. Қала шетіндегі үйіне 2 сағаттың шамасында әрең жетті. Келе сала диванға жата кеткісі келді. Қатты шаршаулы. Үйде әйел екеуі ғана. Балаларының барлығы бастарын құрап өз алдарына үй болып кеткен. Өздері де немерелер де алыста. Әйелі дайындап қойған кешкі асқа мүлдем тәбеті тартпады. Өз бөлмесіне кіріп, қисая кеткені сол еді, телефон шырылдады. Мұның шекесі тырысты. Дәл осындай кезде шырылдай қалады. Ұйқысы шайдай ашылды. Осындай жаман әдеті бар. Енді мүлде ұйықтай алмайды. Телефонды алып, тұтқасын құлағына тақап еді, үзік-үзік гудок қана келді құлағына. Қоңырау шалғанның кім екенін де білмейді. Бейтаныс нөмір. Телефон шырылы шекесін тырстырса да, өзі әлгі нөмерге қайыра қоңырау шалды. Телефонды алып, алло деп үн қатайын деп жатқанда арғы жақтан: «Братан, я по ошибке, косяк менен, кешіріп қой» деген қатқыл дауыс шықты. Бейуақта шатасып қоңыраулатқан жас жігіттің дауысы онан сайын жынын қоздырды. Телефонды бір жола өшіріп тастады. Тағы қисайып көріп еді, көзі ілінбеді. Ұйықтай алмай ұзақ жатты. Әйелі жүрген жақтан үн шықпай қалды. Ол да жатып қалған болу керек. Ертең университеттегі сабағына асығады. Жарық шамды жағып алып, маңдайын уқалап, біраз отырды да, өзін алдарқату үшін Кудзейіннің «Осень в Петербурге» деген кітабын парақтап көрді. Парақ бетіндегі әріптер жыпырлап, көзіне дұрыс ілінбей қойды ма, әлде кітап оқуға өзін қинағысы келмеді ме, парақтап кітапты қайта орнына қойды. Түн ортасынан ауып барады. Ұйқысы мүлдем қашып кетті. Түнгі терезенің алдына келді. Қар әлі жапалақтап жауып тұр. Бұл қар таңертең келген қызды есіне салды. Ол жоғалтып алған бір нәрсесін қайта тауып алғандай қуанып кетті. Қыз мүлдем есінен шығып кетіпті. Оған қоңырау шаламын деп айтып қой демес пе? Қыз шынында да анасы Алшаға аумай тартқан екен. Екеуінің жастығы 2 мезгілге тура келіп тұрса да, егіз тамшыдай ұқсастық бар. Бәлкім Алшаны да сонау алыста қалған балалық шағында осы қызға ұқсатып, қуыршақтай қылып киіндіріп, бояндырып қойса, ол да құдды қызы секілді ажарлы болар ма еді? Әр заманның өз бояуы бар. Алша табиғатынан сұлу қыз еді. Ол қағаз папкадағы аманатты ашып, жарық шамның жанын алып келгенде көзіне сол баяғы оқушы кездегі шақпақ дәптер, оның бетіндегі бұның өз қолымен жазған хаты түсті. Өзінің қолтаңбасын дереу тани қойды. Хаттағы ирек-ирек жазылған сөздерді бұл өзі жазған. Дәптердің беті біраз сарғайғаны болмаса, осы қазір ғана жазылғандай болып көрінді көзіне. Дәптер бетіне шариковый қаламмен жазылған өлеңді оқыды. Ол кезде шариковый қаламдар енді шығып, оқушылардың барлығы соны қолдануға көшкен. Оған дейін сиямен жазып жүрген. Сияның тамшысындай болған балалығын мына ескі парақ есіне салды. Бұл өлеңді Марат жазған. Шындығын айтқанда, бұл оған тиесілі емес. Алшаның көңілін өзіне бұру үшін Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген поэмасынан көшіріп, Нестан деген жерін Алша деп өзгерткен. Осы өлеңді оқығандағы Алшаның тамсанғанын көрсең, күні бүгінгі де есінде. Папканың ішінде «Советский экран», «Корея» деген журнал.
өлең жазылған шақпақ дәптер. С Новым годом деген открытка, оның да бетінде мұның ретсіз ирек шимайлары кестеленіпті. Папканың ішіндегілер мұның жүрегін орнынан қозғап жібергендей. Арада қаншама жыл өтті. Бұл қағаздарды ғана емес, осы Алшаның өзін де ұмытып барады екен. Алшаны қарамайсың ба, әлгі заттарды бұл дәл бүгін бергендей сақтап келіпті. Көз алдына балалық шағы бәз баяғы күйінде қайта оралды. Қайран Алшаның аманаты. Осы кезге дейін сақтап келгенін қарасаңшы, оның жадына балалық шағы сонау 70-ші жылдардың арасында қалған бір бүктем қағаздай қайта ұшып келді. Сырттағы қар тоқтамай әлі жауып тұр. Өткен күннің елесі оның көкірегін тілгілеп кетті. Ауылы ат төбеліндей ғана ауыл еді. Ауылдың ең шетінде бұлардың үйі. Ауылдың ортасында 10 жылдық мектеп бар. Таңертемен барлық бала сол мектепке қарай бет алады. Мектеп 5 ауылға ортақ мектеп. Қыста мектепке бару бұлар үшін өліммен тең, ауыр. Қарды белуардан кешіп барғандары аздай, жолда кездесетін қабаған иттерден көретін көресілері тағы бар. Көкейіне көк тастай ауыр тиетін. Иттің аты ит. Ешкімге қара бермесе де мұны көрсе абалап соңына түседі. Бұл болса сөлпиген арық, басында қоян тымақ. Пальтосы да ұзын, қарды омбылап зорға келеді. Иттің түрі құрсын, аузынан сілекейі ағып, мұның жіптей арық аяқтарын тістеп алсам дейме, Маратты көрсе болды, иттердің қуалағысы келіп тұрады. Әлде бұл да ит жылы туған, итті көргенін түсініп қояма, иттер бұны өлтіргілері кеп жүргендей көрінеді. Кейде осы иттерден қорқып сабаққа бармай қоюды әдет қылып алған. Бір жолы анау төрткөз қысқа құйрық итке нанның ішіне ине тығып беріп те көрген. Ол бітті, бұл ит өледі деп ойлаған. Ертесі ештеңеден бейхабар мектепке бара жатса, баяғы төрткөз ит өлген түгі де жоқ. Артынан бұрынғысынан да қатты өшігіп қуып берді. Амалсыз сөмкесіне орап салып алған нанын итке лақтыра беріп, өзі әрең қашып құтылған. Алша да мектепке осы жолмен барады. Ол бұған қарағанда өте ширақ, ерте тұрып сабаққа ерте барады. Бұлардың класында Шона деген бар. Бәрінен бұрын тұрады да мектепке бара жатқан жалғыз аяқ жолдың шетіне А+М любовь деп жазып кетеді. Мұны көрген Алша ашуланып қарды аяғымен төбе бастайды. Ал Мараттың таңғы тәтті ұйқыдан оянғысы жоқ. Оның мектепке Құдайдың құтты күні кешігіп келгені келген. Сақтап қойғанда ең шырын түстер бұған таңға жуық келеді. Шешесі келіп оятпаса, түрлі түсті тәтті түстен айыққысы келмей жата бермек. Сол жылы қар қалың түсті. Қар қалың түскен жылы ол Алшаны сүйіп қалған. Алшаның сабағы орташа, тәртіпті, ең бастысы елге ұқсап сабаққа кешігіп келмейді. Олардың үйі бұлардыкінен біраз төмен. Алшаны сүйіп қалғаннан бері ол сабақтан кешікпейтін болды. Ерте тұрып, жол айрықта оны күтіп тұрады. Одан ары екеуі қарды белуардан кешіп мектепке қарай жөнеледі. Баяғы төрткөз келте құйрық иттің ырылдағанын шыбын шаққан құрлы көрмей қалды. Ал ит болса жалықты ма, кейінгі кезде бұған қарап үруді де қойды. Екеуінің махаббаты ертегідей бір қыстың күні басталған. Қай класта оқығандары қазір анық есінде жоқ. Жапалақтап қар жауып тұрған. Екеуі мектептен қайтып келе жатқанда сөзді Марат бастады. Алша, мен бір сөз айтсам оған көнесің бе, деді ол. Алдымен айтсаңшы, деді Алша, оның көздеріне тесіп жіберердей қарап. Алшаның бала кездегі көздерін айтсаңшы, әлемнің сұлулығы осы көздің ішіне тұнып қалғандай сезілетін оған. Айт енді, Алша дегбірсізденіп, мұның не айтарын білгісі келді. 3 күннен кейін 23 ақпан, еркектердің мейрамы. Ол бұл сөзді аузын толтыра, өзін қаһарман ерлердің қатарына қосып, көтеріңкі дауыспен айтты. Біздің мейрам. Білемін сенсіз де, Алша қысқа қайырды. Сен маған сыйлық бересің бе, деді ол. Неменеге береді екенмін, деді Алша көз аясын үлкейте ашып. Мен саған 8 наурызда сыйлық жасаймын, деді ол. Әйелдер мейрамында, ол бұл мейрамды әйелдердің мейрамы деп әбден құлағына сіңіріп алған. Қалай бар солай айтты. Алдап тұрсың ғой сен, Алша ентіге сөйледі. Алдасам өліп кетейін, честно, пионерский, деді ол қолын шекесіне апарып. Честно ма, пионерский ме, Алша күдіктене сұрады. Честно, ол қолын шекесіне қайта апарып салтанатты жауап берді. Миллионда Алша бұл ұсынысқа көне қалды. Бұлардың класындағы оқушылар жылдың 2 мейрамында құттықтап бір-біріне сыйлық берісетін. Кейбірі алдын ала мен саған беремін, сен маған бересің деп келісіп алатын. Бұл екеуі де солай қылмақ болды. Былтыр Марат Сапаргүлге сыйлық берген, амалсыздан. Себебі Сапаргүл кластағы ең үздік оқитын оқушы. Сабақта диктантты басқа оқушыларға көшіртпесе де Маратқа көшіртетін. Осы үшін сыйлығын Сапаргүлге берген. Екеуі қарды сықырлата басып келе жатты.
Алша, тағы бір нәрсе айтсам саған ұнай ма, деді ол демін жиі алып. Алшаның алдына шығып тұра қалды. Айта бер, деді Алша естуге құштарлық артып. Өскенде менімен сөйлесесің бе, деді ол. Бұларда сөйлесесің бе, жүресің бе деген сөз екі адамның қарым-қатынасын білдіреді. Қуын қарай гөр, деді Алша аяғының астындағы қарды нығыздай басып. Алдағалы тұрсын ғой, сөйлесемін десем мазақ қылмақсың ғой, тапқан екенсің. Алша басын шайқады. Сыйлық та бермеймін, сыйлығыңның да керегі жоқ. Сапаргүлің берсін саған, деді. Алшаға бұл дүниеде күлгеннен басқа ештеңе жараспайды. Күлкі оның жүзінен құйылып келіп, екі бетінің ұшындағы шұңқырға үйіп қалғандай көрінетін. Ал қазіргі түрі бетінен біреу шапалақпен салып қалғандай әлем тапырақ болып ашуланып кетті. Бірақ қанша ашуланса да қауызын енді жарған гүл секілді әдемі қалпында қала береді екен. Мен сені жақсы көремін, жалған айтсам өліп кетейін, ол ақтала сөйледі. Честно, пионерский, қайтадан қолын шекесіне апарды. Честно демей-ақ қой, сенің жақсы көрем дегенің ұят сөз. Ұят сөзге честно пионерский дегенің тіпті жараспайды, деді Алша тік сөйлеп. Өліп кетейін, ол өмірін қия салардай ант етіп қарғана бастады. Өлемін дейді ғой, маған десең өле қал, деді Алша. Бұл сөздер Алшаның айтатын сөз емес, апасының сөздері еді. Алша соны қайталады. Мен сені аламын, деді амал таусылған бұл. Аламын? Сапаргүлді алда жүре берсеңші, деді Алша. Мұның жылан шақпай, жылқы теппей ашуланып жатқанының себебі де Сапаргүл еді. Мен Сапаргүлді атамын десе де алмаймын. Нан ұрсын деді жуаси қалған Алша оның осы әлсіз тұсын пайдаланып. Нан ұрсын, ол тағы да қарғана жөнелді. Әнеугүні жаныма отыршы дегенімде не үшін келіспей қойдың? Сапаргүл сары батпақтың жанынан шықпай. Алша бұл сөзді Мараттың көзіне сынай қарап айтты. Қашан, деп аңқауланды бұл. Әнеугүні ше, Алша аузын бұртитты. Завуч апай көзін алайтқан күні. Анау ма, жай отырғанмын, диктант көшіргенмін. Сен де мен секілді нашар оқисың ғой. Бәлесің, диктантта Сапаргүлмен, диктант жоқта менімен. Онда тұрған не бар, екеуміз де екі алсақ жақсы ма, саған да көшіруге бердім ғой, деді ол ақтала. Ал екінші сағатта ше, деп бастырмалатты Алша. Сол кезде де отырмай қойдың ғой. Сапаргүлде өріктің қағы бар екен, әкесі оштан алып келіпті. Білдім сенің ойыңды, Сапаргүл өрік берсе, мені алдап, оны алып жейсің. Алша қайта тырса қалды. Қойшы сол сары қызды, жек көремін, ұрысқақ қыз, деп жақтырмай қалды бұл. Сен мені алсаң, мен не істеймін сонда, Бөпелі боласың завуч апай секілді. Қалай? Солай енді. Солай болғанда қандай? Қазанға жапқан нандай. Егіз бе? Жоқ, 8. Соншалық көп пе? Атын кім деп қоямыз? Атын ба, қыз тусам Айшолпан, ұл тусам Шолпанбек. Екеуі мәз болып күліп алды. Сен маған жапон жаулығы алып бересің бе сонда, деді Алша. Бұлардың түсінігінде жапон жаулығы өте бағалы еді ол кезде. Апасы да, Алша үлкейгенде маған жапон жаулығы алып бересің бе, деп сұрай беретін. Осыны естіп алған Алша да бұл сұрақты Маратқа қойған. Алып берем, біреу емес, екеуін, болды ма? Болды, екеуі жарыса күліп жіберді. Осы сәтте бұлардан бақытты ешкім жоқтай сезілді. Пушкиннің өлеңін жаттадың ба, деді Алша. Ал сен? Жаттамадым. Мен де, деді бұл. Кел, бір жолын сен, бір жолын мен айтайын, деді Алша. Екеуі Пушкиннің қысқы кеш өлеңін бір жолдан жатқа айта бастады. Бірінші болып Алша бастады. Буря мною небо кроет, деді Алша. Вихри снежные крутя, деді бұл. То, как зверь она завоет, деді Алша, то заплачет, как дитя, деді бұл. Ура, жаттаппыз, деп Алша сөмкесін аспанға атты. Екеуінің үйлеріне әлі алыс еді. Бұлай істейік, деп ұсынысын айтты Алша. Сен қаш, мен саған қар лақтырамын. Егер саған тисе, мен қашамын. Сен маған лақтырасың, мақұл ма? Марат алға түсіп, балпаңдай жөнелді. Ағасынан қалған ұзын пальтоның етегі қарға сүйретіліп барады. Артында Алша. Алшаның лақтырған қары Маратқа дәлдеп тиген жоқ. Алша қатты шаршады. Енді сен лақтыр, мен қашайын. Бірақ біраз демалып алайын, өкпем өшті, деді Алша. Алша біраз демалды да саңқылдай күліп жалма-жан артқа бұрылып қаша жөнелді. Алысқа шырқап барады. Бір мезетте артына жалт бұрылып қарағанда Мараттың лақтырған қары дәл көзіне тиді. Көзінің оты жарқ ете қалды. Мараттың қорыққаннан жүрегі су ете қалды. Алшаның көзінің айналасы қызарып шыға келді. Ауырған көзін қолымен басқан Алша шыдамай жылап жіберді. Марат не істерін білмей дағдарды. Қызды жұбатайын деді де меңірейіп тұрып қалды. Бар айтқан сөзі кешір мені Алша. Ақмақсың. Алша қолын көзінен алмай жылай берді.
Марат Алшаны өзіне қарай тартып қатты құшақтады. Қыздың оған әлі жетпеді. Марат Алшаның қып-қызыл болып қызарған көзінен қалай сүйіп алғанын байқамай қалды. Өмірінде қызды алғаш сүюі. Алша жылағанын қоя қойды. Алшамен қанша сөйлесіп, бірге оқып, бірге жүрсе де осы кезге дейін оның иісін сезбеген екен. Қыстың осынау күнінде екеуі үйлеріне үнсіз тарасқан. Сонан кейін екеуі біраз сөйлескен. Сыйлықты бірінші болып Алша берді. Сыйлығын жылтырақ қағазға қолапайсыз орап, төрт жағынан кендір жіппен шиедей қылып байлапты. Ішінде 2 тиындық 3 шақпақ дәптер мен қара қарындаш, Индонезия ертегілері деген бірер парағы жыртылған кітап. Онан соң Марат, сені 23 февраль Советтік армия күнімен шын жүректен құттықтаймын, Алша деп жазған открыткасы бар. Открытканың сыртында с Новым годом деген жазу, Аяз атаның Ақшақардың суреті. Алша бұл сыйлықты кластағылардың барлығына көрсетіп, маңыздана тапсырды. Кластас қыздардың барлығы ұл балаларға сыйлықтарын берді. Тек Сапаргүл ғана Мараттың жанынан өтіп бара жатып, май құйрықтан аямай шымшып алды да, ақ сары жүзі түнеріп, сені ме асықпа деп қойды. Мұны екеуінен басқа ешкім байқамады. Алша да. Көп өтпей көктем келіп 8 мартта жақындады. Әйелдердің халықаралық мейрамы. Енді кезек Маратқа келді. Бірақ Мараттың сыйлығы Алшаға кешігіп тиді. Сол күні 7 мартта ол сабаққа келмей қалды. Қу неме алдаған екен деді Алша пұшаймын болып. Маратты сабаққа келсе екен деп Алша көп күтті. Кластағылардың барлығы бір-біріне сыйлық беріп болды. Марат қана жоқ. Хабар ошарсыз. Бұдан былай Маратқа мүлде сенбейтін боламын деп қарғанды Алша. Сол күні кластағы қыздардан Алша ғана сыйлықсыз қайтты. Мұны көрген Сапаргүлдің құдайы беріп қалды. Ол өзінің жанындағы қыздарға, одан диктант көшіретін қыздарға пыш-пыш деп бірдеңе айтқансып, Алшаны ымдап қасын қаққан. Алша түннің бір уағында терезенің тырсылын естіп қалды. Терезені ашса Марат тұр. Неге екені белгісіз ентігіп тұр. Ол сәлден соң барып, мә деп газетке оралған нәрсені Алшаға ұстата беріп, құтылдым ба, мен кеттім деді ол. Құтылдың, ертерек бермейсің бе? Алша қырсыға сөйледі. Бергеніңді қыздар да көрмей қалды. Кешір мені, сиырымыз бұзаулап еді. Қарайтын ешкім жоқ болған соң үйден шыға алмадым деген ол асығыс келген жағына қарай тартып отырды. Мараттың сыйлығының да Алшаныкінен асып кеткені шамалы. Советский экран деген журнал. Мұқабасында Юрий Никулиннің суреті, Корея журналы. Бұл журналда автоматты кеудесіне қатты қысып жымиып тұрған Корей қызының суреті бар екен. Мараттың әкесі осы ауылдың пошташысы. Бұл журналды ол әкесінің қоржынынан ұрлап алған. Мынадай журналды бұлардың кішкене ғана ауылында қандай мұғалім оқиды, оны білмейді екен. Тургеневтің сырты көкшіл Муму деген кітабы. Кітаптың сыртында Мумуды суға батыруға алып бара жатқан Мылқау Герасимнің суреті. Ал оның ішкі бетінде қолмен ирелеңдете жазған мынадай тілек. Құрметті Алша, сені құшақ жайып келе жатқан 8 март әйелдердің халықаралық мейрамымен құттықтаймын. Саған индиялық таза махаббат, Сібірдің мықты денсаулығын, кавказдықтардың ұзақ өмірін тілеймін, Марат. Бұл оны ағасының бір қызға жазған құттықтауынан көшірген. Сыйлықтың ішінде жартысы ғана қалған Кармен опасы, әпкесінікі болса керек. Анадайдан мұрныңды жарып жіберетін өзгеше иісі бар. Мараттың өлеңі ше, шақпақ дәптердің парағына әдейілеп Алшаға арнап жазған өлеңді көргенде қыздың көзі жасаурап кеткендей болды. Бұл өлеңді Шота Руставелидің Жолбарыс терісін жамылған батыр поэмасынан көшіріп, Алшаға өз өлеңімде өтірікті ысқыртып жібергенін білді де мырс етіп күліп алды. Сәулем, талай-талай істер дүниеде жаралды да, жихан қанша жарық болсын сенсіз маған қараңғыда, жан сүйгенім сені менен, құрсын әмір мен айырған, жүзіңденді көру қайда қуаныштан құмарланған. Жүрегімді қайтып жазам садағыңмен жараланған, сыр жұмбағын саған аштым ойындағы қиялданған деп жазып, аяғына Марат деп қол қойыпты. Бұл өлеңді оқыды да дәл осылай көшіріп Алшаға арнағанына таң қалып қалды. Екеуі де сол сәтте осы жырда не жазылғанын түсіне алды ма екен? Дәл қазір оған миы жетпей тұрды. Алыс қалған балалығының елестерін қайта көз алдына әкелген осы бір үзік естелік Мараттың жүрек тұсын жып-жылы етіп жіберді. Алшаның осылардың барлығын күні бүгінге дейін сақтап келгенін айтсаңшы, бұл сол сәттердің естелігі. Осы естеліктерде бұлардың балалығы бар.
Марат маңдайын қатты-қатты уқалап қойып, алыстағы алақандай ауылына құстай ұшып барғысы келді. Қазір ғана сол мезгілдің жүрегінен құс секілді ұшып өткенін сезінді. Алшаның қаншама жыл бойы осыларды жанында тұтып, сақтап қана қоймай, Маратқа деген жылы сезімдерінің отын сөндірмей келгенін, ол ғана ма сонау жылғы қыста қызды бол сағатын айшолпан қоямыз дегенін де ұмытпағанын бүгін кабинетке келген қызды көргенде түсінді. Әйелдің жүрегі өзгеше ме деген ой көңілін алай-дүлей етті. Қанша уақыт өтсе де бұған деген балалық сезімін тәбәріктей сақтап келгенін айтсаңшы, мұны ойлаған сайын іші қыз-қыз қайнады. Қайнағаны сол, мектепті бітіріп, екеуінің жолы екі айрылғаннан бері Алшаны есіне алмағанына, оның тұрмыс тіршілігінен мүлде хабарсыз қалғанына, мұндай адамның өмірде бар екені ұмытылған парақтай болып қалғанында енді ғана түйсініп, енді ғана сезіп тұрғандай өкініп, өрт жалын болып күйіп тұрды. Ол дәл қазір мектепті бітіріп, соңғы қоңыраудан кейінгі есінде қалған елесті көз алдына әкелді. Марат пен Алша соңғы қоңырау кешінен кеш қайтты. Бұл күні түнгі аспанда жыпырлаған көп жұлдыз жайнап тұрды. Айналаны жазғы жайлы ауа жайлап алған. Мылқау түн, құлаққа ұрған танадай мылқау тыныштық. Жаңа ғана туған айдың жарығы аспаннан нұрын төгеді. Екеуі үн-түнсіз, көкіректері ғана сайрап тұрғандай. Марат, ешкім жоқта сүйіп алсам бекен, кішкене кезімізден бірге келеміз, ол кезде тіпті бала едік. Қазір қолын ұстауға да тартынасың, жақындай алмайсың. Егер өбіп алсам, ертең бетіне қайтып қараймын, ұят қой, әлде тәуекел етсем бекен. Алша, неге үндемей келе жатыр, аузына талқан салып алғандай. Екеуі үнсіз ғана ойларымен арпалысып келе жатты. Мараттың отты көздері Алшаға ұшқын ата қадалды. Не деп айтарын, сөзді неден бастарын білмей, ойы оңға бөлінді. Ақыры айтар сөз тапты да оған өзі қуанып кетті. Оқуыңды бітірген соң қайда барасың, Фрунзеге ме, Ошқа ма, деді ол. Осы сөз ойына келген үшін жерден жеті қоян тапқандай қуанып, жадырап кетті. Сұрауын сұраса да іші от жалын болып күйіп тұрды. Бұл сұрақты бұған дейін де қанша рет қойған, қаншама рет жауабын да алған. Алша дүрс еткізе жауап берді. Байға тием. Байға? Алшада мұндай жауапты күтпеген бол абдырап ләм демей тұрып қалды. Иә, солай, деді Алша. Кімге, деді бұл шошыған түрмен. Кімге? Алша жуаси қалғандай болды. Марат оның аузынан бұл әзіл ғой деген сөзді естігісі келді. Бірақ Алшаның дауыс ыңғайы әзіл айтқандай көрінбеді. Әйтеуір біреуге де пешенеме жазғанға. Пешенеңе кімді жазыпты, деді ол. Оқысаң білесің, оқиын ба, оқышы. Алша оған маңдайын тоса берді. Мараттың мұрнына оның иісі келді. Екеуі тым-тырыс қалды. Кеуделерін бүлкілдеткен сезім ғана білінер-білінбес соғып тұрғандай сезілді. Ыстық леп. Алша бойын ала қашып сықылықтай күлді. Неге күлесің, деді ол тізесінің жаңа туған бұзаудың тірсегіндей дірілдеп тұрғанын білдірмеуге тырысып. Алша найзадай кірпіктерін қадап, жылы шырай қарап, әдетінше екі бетінің ұшындағы шұңқырын көрсете жымиды да, жалт бұрылып үйіне қарай жүгіре жөнелді. Арқасында қос бұрымы ырғала тербеліп, Мараттың жас жүрегінде бір жарған балаң сезімдерін осы бұрымдарға қосып, өріп алғандай қараңғыға сіңіп кетті. Ол ойланып терезенің алдына келді. Сыртта қыстың қою қараңғы түні. Терезеден түскен жарықтан күні бойы жауып тұрған қар бүртіктерінің жерге бірінің артынан бірі түсіп жатқанын көрді. Ол бүгін қайырылып, қайта көз алдына келген балалығын көпке дейін ойлап, таңға жуық талып ұйықтап кеткенін сезбей де қалды. Кабинетіне кіріп, хатшы қызды шақыратын кнопканы басты. Хатшы қыз кабинетке кірді. Шақаргүл, кешегі қыздың жөн-жосығын білесің бе? Телефон нөмірін қалдырып еді, деді ол. Қалдырған, Марат Алиевич, деді де қағазға жазылған нөмірді алып келді хатшы қыз. Ол қыздың нөмірін теріп, тұтқаны құлағына жақындатқанда ұзақ-ұзақ қоңырау үні келді құлағына. Алло, деді қыздың үні. Артқы жағынан әуежайдағы хабарламалар естілді құлағына. Бұл мен, апаңның кластасы Марат, деді ол асыға. Тыңдап тұрмын, деді қыз мағынасыз ғана, амандасқан да жоқ. Сен қай жердесің, деді Марат. Әуежайда, деді қыз. Бір жаққа ұшып барасың ба, деді ол. Иә, деді қыз терең күрсініп. Ошқа. Онда жақсы болған екен. Апаң Алшаға менен дұғай сәлем айт. Кластасыңыз сізді үнемі ойлап жүреді екенде. Кеше әкеліп бергендерің үшін көп рахмет. Ол балалығымызды есіме салды, деді. Амандық тілеймін. Апаңа жас кезінде жапон жаулығын алып беремін дегенмін.
Қап, сенің ауылға баратыныңды білгенімде апаңа жапон жаулық беріп жіберетін едім, деді ол баяғыда берген уәдесін қазір еске алып. Алло, Айшолпан, естіп тұрсың ба? Қыз жауап орнына күрсініп. Апам енді сіздің жаулығыңызды таға алмайды, апамнан айырылып қалдым, деді де өксіп-өксіп жылап жіберді. Бикеш, телефоныңызды сөндіріңіз, қазір ұшақ орнынан қозғалады, деген үн Айшолпанның тұтқасынан оған анық естілді. Алло, Айшолпан, деп не айтарын білмей дағдарып қалды. Телефон сөнді, қайта қоңырау шалды, жауап болған жоқ. Осы сәтте оның көз алдына күлгенде екі бетінің шұңқыры көрінетін жәудір көз алшасы, сол жылдары жауған қалың қар, құйрығы келте, төрт көз ит, айлы түн, екеуінің бір-біріне деген сыйлықтары, лақтырған қары, абайсызда тиіп кеткен өрттей болып қызарған алшаның көзі, қыздың қос бұрым ұзын шашы, бәрі үзілген таспадай көз алдынан өте шықты. Әр елесті көз алдынан қайта өткеріп, сол алысып қалған балалық шағынан өзін іздеді. Оларды баяғыда жоғалтып алғанын енді сезді. Осы жоғалып кеткен елестердің бір парағында өшпей қалған жазудай болып, алшаның елесі қалыпты. Көп жылдан бері кеудесінде елеусіз ғана сақталып келген естеліктер Мараттың көкірегін сыздатты. Өн бойын ашу кернеп, жүрегі қысылды. Сыртта қақаған қара суық. Кеше жауған түбіттей жұмсақ қардың үстіңгі қабаты мұз болып қатып қалыпты. Оның көкірегінде қатып қалған осы мұздай сезімді алша жұдырықтай жүрегіне түйіп алып, алысқа қайтып келмес жаққа алып кетіпті. Жан дүниесі әппақ қардай пәк балалықтың таза қиялға бай күндері мұның көңіліне қаншама жыл өткен соң қайта ораларын сезіп беді. Адам жанының тамыры балалық шақта қалады. Қыз осы сәттерді көзінің қарашығындай сақтап келген екен. Бірақ бұл артта қалған осы естеліктерге қайта орала алмай жүрген. Қас қағым сәтте қайта жадына оралған бұл естелік оны сол дүниеге қайта араластырып жіберді. Ол бір сәтке тосылып тұрып қалды. Сол балалық шағының шындығына ақылы жетпесе де бағасын біліп тұр ма? Баяғыдағы оқиға алыста қалған балалық шағына жетелеп алып барғанда, ол бүкіл өмірінің бір тамшы көздің жасындай құлап түскенін сезді. Сол бір тамшы көз жасында оның алшасы бар еді. Қар қайтадан жапалақтап, тоқтаусыз жауа берді. Әңгіменің соңы. Қырғыз тілінен аударған Әсем Ережеқызы. Достар, әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір қалдырып, әдеби арнаның дамуына үлес қоса отыруларыңызды сұраймыз. Баршаңызға Алла разы болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.